Ассалаумалейкум, құрметті броулар, Технобро рубрикасына қош келдіңіздер. Бұдан бұрынғы видеода бешірмамызды мына бро ұтты, бүгін кім ұтады екен? Шарттарды видео барысында айтып кетемін, сондықтан сәттілік. Уақытында Honor компаниясының X7 және X7A смартфондары бюджетниктер арасында халықтық смартфон статусына ие болатын. Бүгін болса қонақта олардың ізбасары, жақын арада шыққан жап-жаңа Honor X7B смартфоны. Және бұл смартфонды осы жылдың басты бюджеттік смартфоны деп айтқым келеді. Неге дейсіздер ғой? Қазір түсіндіремін. Біріншіден, оның әдемі дизайны бірден көзге түседі. Сатылымда 3 түсте бар екен: полночный черный, изумрудный зеленый және біздің видеодағыдай арктический лед түрі бар. Рамкалары тік, бұрыштары ептеп дөңгеленген және металдан жасалынған. Қолға ыңғайлы әрі жағымды. Өйткені қалыңдығы бар болғаны 8,24 мм, ал салмағы 199 граммды құрайды. Артқы жағында саусақ ізі қалмайтын пластиктен жасалынған әрі Honorға сай камера модулін көре аласыз. Оң жағында дыбыс реттеу батырмасы мен қосып сөндіру және саусақ ізін анықтау батырмасы орналасса, сол жағында 2 SIM карта мен 1 SIM және SD карта орнатуға тоғын таба аламыз. Астында 3.5 джек аудио қосқышы, микрофон, Type-C орны және басты динамикті көрсек, үстіңгі жақта датчиктер мен тағы бір қосымша стерео динамикті көре аламыз. Оны бірден байқау қиын, өйткені ол дисплейдің дәл бүйірінде орналасқан. Және меніңше бюджеттік смартфон үшін қосымша динамиктің бар болуының өзі бұл смартфонды қатарластарынан ерекше етеді. Екіншіден, әр смартфонның басты көңіл аударатын жағы ол әрине оның дисплейі. Honor X7B да ол 6.8 дюймді LCD Full View дисплейі, экранның 91.5%-ын ғана алып, ажыратылымдылығы Full HD+, яғни 2412x1080 пиксельді болып, өзінің арзан бағасына қарамастан жиілігі 90 Гц-ті құрап, экран жарығы 850 нитке дейін көтеруге болады. Сондықтан бұндай экранда далада жарық күннің өзінде керекті мағлұматты дисплейден комфортты түрде анық көруге мүмкіндік береді. Онымен қоса, әрине Honor сіздің денсаулығыңызды ойлап, защита зрения, электронная книга, автояркость және циркадный ночной экран сияқты пайдалы режимдері де бар. Оларды пайдаланып сіздің көзіңіз бен ұйқы саулықтарыңызға тигізетін зиянды барынша азайтуға болады. Үшіншіден, бұнда бюджеттік смартфондар үшін мықты техникалық қамсыздандыруы көзге түседі. Өйткені бұнда Qualcommның 8 ядролы 6 нанометрлі процессоры Snapdragon 680 мен жабдықталса, графикалық видеоускорителі GPU Adreno 610 болып келеді. Ішкі жадысы 128 және 256 гигабайт нұсқалы болып, физикалық жедел жадысы 8 гигабайтты құрайды. Және Honor RAM турбаның арқасында оған тағы қосымша 8 гигабайт қосып алып, барлығы 16 гигабайтқа дейін көтеру мүмкіндігі де бар. Онымен қоса смартфон әрине Android 13-те жұмыс жасап, фирмалық Magic OS 7.2 интерфейсін қолданған. Меніңше өте ыңғайлы оболочкаларының бірі. Қосымша смартфонда Bluetooth, Wi-Fi және NFC да бар. Ал енді батареясына келетін болсақ, ол бюджеттік класста деп айтуға аузымда бармайды. Өйткені X7B да ол 6000 миллиампер сағатына көлемді болып келеді. 35 ватты Honor Supercharge зарядкасымен жабдықталған, яғни бір зарядпен смартфон 3 күнге дейін жұмыс жасап, жарты сағат ішінде аккумуляторды 40%-ға дейін зарядтау мүмкіндігі бары делінген. Және бұл батареялар DxO Mark рейтингі бойынша өте жақсы бағаланған туралы айтып кету маңызды. Әрине біз әдеттегідей смартфонды техникалық тұрғыдан да сынақтан өткіздік. Синтетика жағынан Honor X7B смартфоны Geekbench-тен бір ағында 415 ұпай жинаса, мульти ағында 1408 ұпай көрсете алды. Сонымен қатар оны міндетті түрде мобильді ойындарда ойнап та тексеріп көрдік. Бір сағат бойы түрлі графикасы топ ойындарда максималды параметрлерін қосып сынап та көрдік. Көпшілік ойындарда өзін жақсы көрсете алды және көп уақыт бойы смартфонды дамылсыз жүктесек те қолымызда қатты қызған емес. Ал ойындарда топ процессоры және 90 Гц-ті мықты дисплей арқасында смартфон керекті комфорт пен өнімділікті бере алды деп толықтай айта аламын. Төртіншіден, бұл смартфонда қолданылған камералар туралы айтқым келіп отыр. Бұнда олар үшеу. Біріншісі басты камера 108 мегапиксель болып келеді. Диафрагмасы 1.75, екіншісі макро камера, ол 2 мегапиксельді құрайды және диафрагмасы 2.4 болып келеді. Үшіншісі кең бұрышты камерасы 5 мегапиксель болып, диафрагмасы 2.2. Сонымен қатар түнгі режимі және программалық 2x зумы да бар. Ал фронталды камерасы 8 мегапиксельді құрайды және диафрагмасы 2-ге тең болып келеді. Онымен қоса әрине
және стандартты түрде жасанды интеллект функциялары мен режимдері бұл смартфонда да қолданылған. Оның ішінде умный захват, жестпен түсіру, күлімдеуді автоматты анықтау, фильтр рекомендациялары және тағы басқа. Видеоның басты және фронталды камералары HD және Full HD 30 FPS-та ғана түсіре алғанымен, олар сапалы әрі анық болып шығады. Осылай достар, қысқаша тезистесек, бұл смартфонның дәл қазір ресми сатылу бағасы 99.990 теңге. Оның бюджеттік смартфон екенін есімізден шығармасақ, шынымды айтсам, технологиялық жағынан, жабдықталуы мен техникалық сипаттамасы жағынан өзінің кластастарынан әлде қайда қызғырақ көрінеді. Осы жолы да Honor X7B смартфонында қарапайым адамдар үшін мүмкіндігінше көп затты аз ақшаға ұсынып отырған сияқты. Сондықтан Honor X7B смартфоны да халық ішінде өз таңдаушыларын тауып, осы жылдың басты бюджеттік смартфондарының біріне айналады деп ойлаймын. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Смартфон жайлы не ойлайсыздар? Ол туралы смартфонның өздеріңізге ұнаған жақтарын комментарияға жазып, қасына ойына дейін қалдырып, келесі алмаз ұтысына қатысуға ұмытпаймыз. Ал мен осымен аяқтаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Лайктарыңызды басып арнаға тіркелуге ұмытпаймыз. Келесі Технобро рубрикада кездескенше.